Қайырлы күн әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз басқа біреудің тауар белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін құқықтық жауапкершілік туралы айтатын боламыз. Біздің бүгінгі кезекті спикерлерімізбен таныстырып өтейін. Жетпісбаев Еркебұлан Серікқалиұлы, Алматы қаласы Әділет департаментінің зияткерлік меншік құқығы бөлімінің басшысы. Бекботаев Алмас Нұржанұлы, Алматы қаласы Әділет департаментінің баспасөз хатшысы. Сөз төркіні өзіңізде, Еркебұлан Серікқалиұлы. Мархабат. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Сіздерге біреудің тауар белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы және Алматы қаласы Әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары саласындағы ағымдағы жылдың басынан бастап атқарған жұмысы туралы тоқталып өткім келіп отыр. Зияткерлік меншікті қорғаудың маңызды аспектілерінің бірі тауар белгілерін қорғау болып табылады. Тауар белгілерін тіркеу және қорғау заңнамаға және халықаралық келісімдерге сәйкес жүзеге асырылады. Аумақтық әділет органдары тіркелген тауар белгілерін заңсыз пайдаланудың жолын кесуде және құқық иелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауда маңызды рөл атқарады. Тауар белгілері тұтынушылар үшін үлкен маңызға ие, өйткені олар тауарларды таңдауда нұсқаулық ретінде қызмет етеді және белгілі бір сапа мен сенімділікпен байланысты болып табылады. Олар сондай-ақ өндірушілерге өз тауарларын нарықта тануға және маркетинг стратегияларды құруға көп ықпалын тигізеді. Өкінішке орай, қазіргі уақытта тауар белгілерінің функциялары контрафактылық өнімдердің таралуына және басқа адамдардың белгілерді теріс пайдалануына байланысты жиі бұзылуда. Бұл экономика мен тұтынушыларға теріс әсер етуде. Тауар белгілерін құқықтық қорғау тек өндірушілер үшін ғана емес, сонымен қатар тұтынушылардың мүдделерін қорғау үшін де өте маңызды болып табылады. Ол бейіндік заңдармен және халықаралық шарттармен реттеледі. Әділет органдары заңнамаға сәйкес тауар белгілерінің пайдаланылуын мемлекеттік бақылау функцияларын орындайды және олардың заңды пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін арнайы тексерулер жүргізеді. Алматы қаласының Әділет департаменті жеке және заңды тұлғалардың тауар таңбаларын және басқа да зияткерлік меншік объектілерін пайдалану ережелерінің сақталуына тексерулерді қазіргі таңда белсенді түрде жүзеге асыруда. Әділет органдары зияткерлік меншік саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесуге бағытталғанын атап өте маңызды болып табылады. Олар өз міндеттерін Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексі мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады. Біздің күш-жігеріміз құқық иеленушілердің мүдделерін қорғауға және адал бизнесмендерді қолдауға бағытталған. Біз бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету және тұтынушылардың сенімін сақтау үшін тауар белгілерін құқықтық қорғаудың маңыздылығын өте қатты түсінеміз. Жалпы зияткерлік меншікті, оның ішінде тауар белгілерін қорғау қазіргі экономиканың негізгі аспектілері болып табылатынын атап өткеніміз жөн. Біздің мақсатымыз құқық иеленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету, тұтынушылардың контрафактіліктен қорғау және нарықта адал бәсекелестікті қамтамасыз ету болып табылады, немесе қолдау болып табылады. Біз еліміздің тұрақты дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ету үшін осы бағыттағы жұмысымызды алдағы уақытта жалғастырамыз. Жалпы, ағымдағы жылы департаментпен 34 әкімшілік іс қозғалды. Заңсыз айналымнан жалпы сомасы 15 миллион 243 мың 971 теңгені құрайтын 16 мың 107 контрафактылық өнім тәркіленді. Тауар таңбалары мен ұқсас белгілерді заңсыз пайдалану бойынша оның ішінде 28 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімдері бойынша жалпы сомасы 11 миллион 340 мың 606 теңге көлеміндегі 11 мың 725 бірлік контрафактылық өнім тәркіленді. Салынған айыппұлдар сомасы 2 миллион 221 мың теңгені құрайды. Жалпы алатын болсақ, негізгі құқық бұзушылықтар брендтік тауар таңбасы болып табылады. Оның ішінде Chanel, Toyota, Lexus, Apple, iPhone, Scepter, Levi's, Louis Vuitton, SKF, Lego және Puma сияқты танымал брендтердің белгілерімен тығыз байланысты. Тауар таңбалары туралы заң тауар таңбаларын және тауарлар шығарылған жердің атауларын заңсыз пайдаланған үшін жауапкершілікте белгілейді. Құқық бұзушыларға айыппұлдар мен тауарларды тәркілеу қаупі төніп тұр.
Жалпы тауар таңбасын заңсыз пайдалану фактісі бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 158 бабына сәйкес әкімшілік айыппұлдар салынады. Жеке тұлғаларға 20, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 30, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 40, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 80 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Және тәркіленген тауарлар, контрафактылық тауарлар жойылуға жатады. Департамент сондай-ақ халық кәсіпкерлер мен құқық иелері арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын қоса атқарады. 2023 жылдың 11 айының ішінде 400-ден астам құқықтық түсіндіру іс-шаралары өткізілді. Жалпы зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы жұмыс заңнаманы жетілдіруді және құқық қолдану практикасын қамтиды. Құқықтар мен мүдделер бұзылған жағдайда әкімшілік жауапкершілік шараларын қабылдау үшін әділет органдарына жүгінуге өз құқықтарыңыз бар екендігін хабарлаймыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Ақпаратыңызға көп рахмет. Слово вам, Алмаз Нуржанович. Благодарю за предоставленное слово. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации. Позвольте рассказать вам об ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и о проделанной работе Департамента юстиции города Алматы в сфере прав интеллектуальной собственности с начала текущего года. Одним из важных аспектов охраны интеллектуальной собственности является защита товарных знаков. Регистрация и защита товарных знаков осуществляется согласно законодательству и международным соглашениям. Территориальные органы юстиции играют важную роль в пресечении незаконного использования зарегистрированных товарных знаков и защите прав и интересов правообладателей. Товарные знаки имеют большое значение для потребителей, поскольку служат ориентиром при выборе товаров и ассоциируются с определенным качеством и надежностью. Они также помогают производителям узнавать свои товары на рынке и создавать маркетинговые стратегии. К сожалению, в настоящее время функции товарных знаков часто нарушаются из-за распространения контрафактной продукции и неправомерного использования знаков другими лицами. Это оказывает негативное влияние на экономику и на потребителей. Правовая охрана товарных знаков имеет важное значение не только для производителей, но и для защиты интересов потребителей. Она регулируется профильными законами и международными договорами. Органы юстиции в соответствии с законодательством выполняют функции государственного контроля за использованием товарных знаков и проводят проверки для обеспечения их законного использования. Департамент юстиции города Алматы активно осуществляет проверки физических и юридических лиц на соблюдение правил использования товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. Важно отметить, что органы юстиции нацелены на пресечение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. Они выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса и Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Наши усилия направлены на защиту интересов правообладателей и поддержку частных бизнесменов. Мы осознаем важность правовой охраны товарных знаков для обеспечения конкурентной среды и сохранения доверия потребителей. В заключение хотим подчеркнуть, что охрана и защита интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, являются ключевыми аспектами современной экономики. Наша цель – обеспечить соблюдение прав и законных интересов правообладателей, защитить потребителей от контрафакта и поддерживать честную конкуренцию на рынке. Мы продолжим нашу работу в этом направлении, чтобы обеспечить стабильное развитие и процветание нашей страны. За текущий год Департаментом юстиции города Алматы возбуждено 34 административных дел. За из незаконного оборота изъято 16 107 единиц контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков на общую сумму 15 243 971 тенге, из которых 28 лиц уже привлечены к административной ответственности по решению суда. Конфисковано 11 725 единиц контрафактной продукции на общую сумму 11 340 606 тенге. Сумма наложенных штрафов составила 2 221 тысяча тенге. Основные нарушения связаны с известными знаками, такими как Chanel, Toyota, Lexus, Apple, iPhone, Zepter, Levi's, Louis Vuitton, SKF, Lego, Puma и Sony PlayStation. Закон о товарных знаках устанавливает ответственность за незаконное использование товарных знаков и наименование мест происхождения товаров. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товаров.
Согласно статье 158 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, влекут штраф для физических лиц в размере 20, для субъектов малого предпринимательства 30, для субъектов среднего предпринимательства в размере 40 и для субъектов крупного предпринимательства в размере 80 месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, содержащих незаконное использование товарного знака, знака обслуживания наименования места происхождения товара или сходным с ними до степени смешения обозначений для народных товаров или услуг. Помимо штрафа за незаконное использование чужого товарного знака, санкция статьи 158 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусматривает конфискацию товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование мест происхождения товара или сходным с ним обозначение для народных товаров либо услуг. Конфискованные в соответствии с настоящей статьей контрафактные товары подлежат уничтожению. Департамент также проводит информационную работу, включая праворазъяснительные мероприятия среди населения, предпринимателей либо правообладателей. С начала текущего года Департаментом юстиции города Алматы было проведено более 400 праворазъяснительных мероприятий. Работа в сфере защиты прав интеллектуальной собственности охватывает совершенствование законодательства и правоприменительную практику. В случае нарушения прав и интересов можно обратиться в органы юстиции для принятия мер административной ответственности. Благодарю за предоставленное слово. Рахмет. Спасибо вам за предоставленное сведение. Құрметті бақ өкілдері, енді біз сұрақ-жауап сессиясына көшетін боламыз. Уважаемые представители СМИ, далее мы переходим к сессии «Вопрос-ответ». Первой на нашу конференцию аккредитовалась журналист газеты «Вечерняя Алматы» Наталья Кушаева. Вам слово. Добрый день. Такая ситуация. Предприниматель производит продукцию под своим брендом, но бренд не зарегистрирован как товарный знак. Однако подделку на эту продукцию уже реализовывают на рынках города. Как быть в таком случае? Наталья, большое вам спасибо за предоставленный вопрос. Так, в данном случае предприниматель, он не является правообладателем товарного знака. Для этого необходимо подать на регистрацию свой товарный знак в Национальный институт интеллектуальной собственности. Регистрация проводится 7 месяцев с оплатой госпошлины в зависимости от субъекта предпринимательства, либо как физическое лицо. Все эти данные, также инструкция необходимая, все написано на сайте Казпатент. Гражданам, предпринимателям необходимо посредством сайта авторизоваться с помощью ЦП-ключа, создать свой личный кабинет, ознакомиться с инструкциями и подать заявку на регистрацию товарного знака с оплатой госпошлины. И после этого, после одобрения, как придет одобрение, то предприниматель уже будет являться правообладателем товарного знака. Его товарный знак будет под охраной и защитой законодательства Республики Казахстан. И будет возможность привлечь правонарушителей к ответственности по гражданскому суду, привлечь к административной ответственности, также привлечь к уголовной ответственности, в зависимости от размера ущерба, принесенного именно данному предпринимателю. В случае привлечения к административной ответственности предприниматели, правообладатели, физические лица, которые являются правообладателями товарных знаков, они могут обратиться в органы юстиции по всей Республике Казахстан, включая Департамент юстиции города Алматы, с сообщением о том, что в данном месте происходит именно правонарушение, незаконное использование товарного знака, включая в себе убедительные основания. Спасибо большое за вопрос. Ага, ясно, спасибо большое. Еще такой вопрос. Мы часто видим, как вы уничтожаете контрафактную продукцию, но были ли случаи, что конфискованный товар вы передавали на благотворительность, а не уничтожали? Наталья, очень интересный вопрос. Спасибо большое. Данный вопрос, он очень задаваемый в социальных сетях нам в Департамент юстиции города Алматы. Но на практике при проведении внеплановой проверки Департаментом юстиции города Алматы изымается в виде конфискации контрафактная продукция с незаконным использованием чужого товарного знака, именно известных казахстанских либо международных брендов. И судом в основном вносится определение об уничтожении контрафактной продукции по причине, что изготовление неизвестное,
качество, оно очень сомнительное. У нас на практике бывает такое, что при изъятии товаров, когда мы проводим осмотр, опечатываем, то в основном контрафактная продукция имеет едкий токсичный запах. И правообладатели, потерпевшая сторона, в суде они настаивают об уничтожении товаров именно для сохранения здоровья граждан и репутации своего товарного знака на рынке Республики Казахстан. Спасибо. Спасибо за вопрос, Наталья. Кезекті сұрақ Алматы ақшамының журналисті Гүлжанат Симбаеваға беріледі. Қайырлы күн, менің бірінші сұрағым, сіздерде басқа мемлекеттік мекемелермен бірлесіп тексеріс жүргізу құқығы бар ма? Болса, қандай мемлекеттік мекемелермен тексеріс жүргізесіздер? Саламатсыз, рахмет сұрағыңызға. Алматы қаласы әділет департаменті жалпы Алматы қаласындағы мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынас орналастырады және орналастыру үстінде. Жалпы ағымдағы жылдың басында мемлекеттік экономикалық тергеу департаментімен және полиция департаментімен және Алматы қаласы әділет департаментінің арасында зияткерлік меншік бағыттарын қорғау саласындағы меморандум жасалған болатын. Жалпы айтатын болсақ, осы бір айдың көлемінде Алматы облысында танымал брендке қатысты тексеріс жүргізілген болатын. Аталған тексеріске Алматы облысының әділет департаменті, Қазақстан Республикасы әділет министрлігінің өкілдері және Алматы облысының полиция қызметкерлері бірлесіп ауқымды іс-шара өткізген болатын. Тексеріс барысында танымал брендтің 520-дан астам контрафактылық өнімді тәркіленді. Жалпы сомасы 5 миллион 600 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда бұл іс Алматы облысында қаралуда. Жалпы мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынастамыз. Келесі сұрақ. Рахмет. Екінші сұрағым, тексеріс кезінде тексерілетін субъектінің тексеріске келмей қалу жағдайы немесе тексеріске қарсы тарап қарсылық білдірсе қандай шара қолданылады? Бұндай жағдайлар тексеріс барысында болып тұрады. Жалпы мемлекеттік мекеменің органның атынан келген адамдарға қарсылық білдірген немесе қандай да бір құжаттарды ұсынуға қарсылық білдірген тұлғаларға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462 бабына сәйкес, яғни мемлекеттік органның қызметкерлеріне өзінің жұмысын атқару барысында кедергі келтіру немесе талаптарды орындамау талаптары бойынша әкімшілік хаттама толтырылады. Ол әрі қарай сотқа жөнелтіледі. Жалпы 100-150-200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, егер дәлелденген жағдайда. Рахмет сұрағыңызға. Также следующее слово предоставляется журналисту Инфонедра Светлане Корягине. Пожалуйста, вам слово. Как нас слышно, Светлана? Дорогие коллеги, если у вас не остались вопросы, на этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо за участие. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтар тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.